түсінікті. Аха. Жолдастар, жағдай түсінікті. Сол жағдай нашар. Көріп тұрсыз ғой, мынадан басқа нан да жоқ үйде. Иә. Ішетін шай да жоқ. Иә. Шай болғанмен ол ішетін кесе де жоқ үйде. Баяғыда сынған бір кесе болған, қайда сынғандай? Түсінікті. Қазір мен жазып алайын. Сонымен киерге киім болмағандықтан жалаңаш отырмыз дедіңіздер. Иә, киетін киім жоқ, көшеге шығамай отырмыз. Мына қыз жұмысқа тұрғызады десе киімі жоқ. Қарашы жүрсе простинасы бар. Ана бөлмеде 3 бала отыр. Голый, тыр жалаңаш. Шығайын десе иә, оларда простиня да жоқ. Солай ма? Иә. Түсінікті. Енді қанша бала сізде? Аяқта 3-еу, 4-еу, 5. Мына қызбен 6-ау. 6 бала. 6 бала 21.000 теңгеден 6 бала 21.000 теңгеден сізге тиесілі 126.000 теңге. 126 Мам! Мен келдім. Сол 126 жетеді. Мен келдім. Жүрсің бәтек. Мам, пап, несін жалаңаш тұрсыздар? Қарным ашып кетті бар ғой. Айтпақшы, пап, машина қайда? Көршіде тұр ғой. Несін қоға суға? Тоқта, балақай. Сен осы үйдің баласысың ба? Е? Мам тұр. Демек, сенің үстінде киімің тәп-тәуір. Папаңның да мамаңның да киімдері бар ғой, солай ма? Ой, бар киім. Әсіресе әпкемде көп киім. Күнде бір киім алады. Аха! Түсінікті болды, жолдастар. Түсінікті болды. Барлығың өкіметті алдағыларың келеді. Барлығың 21.000 теңге алғыларың келеді. Осы сіздер жақсы өмір сүрсін деп бұл өкімет не істемей жатыр, а? Бәрін жасап жатыр. Мұндай мүмкіндік ешқандай жерде, ешқандай әлемде жоқ. Тіпті микрокредит алыңдар, сиыр алыңдар, егін деп жатырмыз. Бәрін жасап жатырмыз. Біз ешқашан осындай керемет өмір сүрген жоқпыз. Өкімет бізді ойлайды. Ал сіздер... Рахмет балақай. Мисіз неме, қайда жүрсің? Неғып келдің? Әшейді құрып кетеден ғой сабақтан. Неме, ертеге барды. Бетің тіліңгір, бетсіз, оңбаған. Соны айтам да. Сенің де бетің жетсіз тұрған жоқ. Оф, соткамды алайыншы, соткасы 5 минут өмір сұрамайды. Мына тұрған беттердің сендердің. Өкімет өмір жанашмайды. 21.000 теңге түгіл. 21 тиын да бермейді.